жасайсыз ба, әлде ол балаларға үй алуға первоначалка қылып бересіз ба? Алдымен той жасау керек қой. Той обязательно жасау керек дейсіз ба? Тойға қанша ақша кетеді? Міне 7 миллион кетеді деп жатыр енді қазір. 7 миллион. Негізі қалай ойлайсыз, той деген шығын ба, шығын емес па? Шығын емес ойлап тұрсам енді. Конечно, үй алған дұрыс қой. Үй алып көрсін. Қаражы болмаса үй алған дұрыс қой деймін. Мен ойымша үй алған. Иә. Қазіргі заманда қымбат қой. Үйлену тойын жасаған дұрыс па? Той жасамай, балаларға сол ақшаға үй алып берген, немесе үй алуға көмектескен, ақша берген дұрыс деп ойлайсыз ба? Екіншісі? Аха. Бала шағаңыз бар ма? Бар. Аха. Той жасадыңыз ба? Жоқ, той жасамадық. Одан да ол ақшаға? Балаларға үй беріп, көмектесіп, аяқтарынан тұрып кеткен көмектескен дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Қаржыға кіріп, кредит алғанша. Кредит алғанша, одан да? 2 жастарға бір подушка болсын, бір ступенька жоғары. Үйленбеген балалар бар ма? Бар. Қалай ойлайсыз? Той жасаған жақсы ма балаларға? Өздерінің қалауы. Иә, әлде той жасамай, сол ақшаға үй алып берген дұрыс деп ойлайсыз? Мен өзім бойдағым айтады. Той керек емес, менің жасымда дейді. Толқы үйленіп, үй боласам болды дейді. Үй алсам болды дейді. Қазір үй аласың ғой, өйткені құдағилар жақтан не қылады? Ой, той істемеді деген әңгіме қылады.